бүкіл әлемді өзінің даусымен бағындырған қазақтың талантты дарынды әншіміз Димаш Құдайбергеннің ұлы абайдың 170 жылдығына орай өлеңдерінің жұлдызын оқу эстафетасын зор қуанышпен қабыл алдым. Ал ендеше өзім Айтым сенің қаламқас атты ән туындысын сізге ұсынбақпын. Сонымен қатар менің атам Төлебай Мыңкайым Хамитұлы Абай атамызға арналған өлең шумақтарын жазды. Абай ұлы бабамыз, сөзінен үлгі аламыз. Өзі өлсе де сөзі өлмей, қазір оны табамыз. Абай ұлы данамыз, оқыса өсер санамыз. Қай ғасырда болса да терең ойды аламыз. Абайдың өлең шумақтары, барлық шығармашылығы әрқашанда әр қазақтың жүрегінде мәңгі қалуы керек. Енді бұл эстафетаны қалған диырстарға және Айжанға жіберемін.